Представлю бойца из синего угла клетки, и он представляет Кыргызстан. Возраст бойца 22 года, рост 173, вес 61,2. В его профессиональном рекорде записано 5 побед при 2 поражениях. Поприветствуйте Асан Аманов! С красного угла спортсмен представляет Казахстан. Возраст бойца 27 лет, рост его 177 сантиметров, вес 61,2 килограмма, а его профессиональный рекорд абсолютно безупречный. 7 побед и без поражений. Фотан Конаев, встречай Жасулан Мейерманов! Жауынгерлер ортаға. Ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Мен мұқият тыңдайсыңдар. Қол алсаңыз. Аса жеңіл салмақтағы жекпе-жек. Жеңілмеген 7-0 деген көрсеткіші бар. Жасулан Мейерманов, Асан Аманов Қазақстандық қарсыласы. Біз бастауға дайынбыз. Халил Мамитов рұқсатын алуға алды. Бойшаң екені бірден аңғарылады. Қарсыласынан бойы ұзын. Сразу же занимает центр октагона. Қашықтықты сақтауға тырысатыны анық әрине. Жасулан. И попытка тейкдауна от Асана Аманова. Аяқтан алды, бірақ әзірше толықтай тейкдаун бар деуге келмейді. По крайней мере, есть контроль у сетки октагона. Или же нет? Әлі айту ерте. Олай деу ерте. Сонда да бросок. Бар. Пока что в фиксации позиции. Не достает Асану. Тейкдаун болғанмен не, шынымен де. Ары қарай бұл тейкдауннан нәтиже шығармады. Соның өзінде соңына дейін жеткізуге әлі де үмітті. Бэкмаунт алуға қазір қараңыздар. Спешил, кажется. Қалай алмасы үлгерді? Не деген шеберлік. Жасулан. Тем не менее, вернулся в стойку. Что произошло? Пропустил удар в корпус и потерял равновесие. Өзі соққы жасайын деп қалды дейін бұл жерде. Аманов бізге де ракурсын қайсы болды. Тағы да бар тейкдаунға қараңыздар. Көп күш салды. Дәл осы тейкдаундарға Аманов. Жылу алып, көтеріп алып, лақтыру ол әрине көп күшті қажет ететін әдіс. Бар. Екінші рет қайталады достым. Бірақ тейкдаунның жалғасы жоқ. Міне мәселе қайда жатыр. Қарсыласты ары қарай жерде ұстап қала алмай жатыр. Продолжает эти броски оформлять. Асан Аманов, но помимо бросков необходимо и контролировать. Ура, қараңыздар. Тейкдаунға қарсыласпай керісінше басқа жолмен кетейін. Прихватил шорты, да, точно здесь. Аманов па? Да. Именно шорты Жасулана прихватил. Тимура жасайын деп қазір қарсыласының арқасына беріп қойды. Мейерманов. О, опасно. Мойын жоқ әзірше. Бастан ғана орап алды. Пытается просунуть руку, но защищается. Жасулан. Тамаша. Шалжақ салды позицияны қазір. Аманов енді не жол көздейді? Не әдіс көздейді екен бұл жерден? Әзірше тек қана соққы жасау. Мойынды алды ма? Тағы да ектен. Ниже необходимо опустить руку, по крайней мере, есть захват. Бірақ қылқындырып жатқан жоқ әзірше. Мойынға салған жоқ болды. Позицияны жақсылап отыр енді шыны керек. Тамаша. Почувствовал Аманов, что теряет позицию сразу же.
Отпустил бэкмаунт. Или пойдет за гильотиной. Аманов. Нет. Разрывает захват. Bir жылқып қойды. Аманов жақындайды әрине. О, колено просто съел. Асан Аманов Сосын қара, түк болмай күресіп кетті ары қарай. продолжил трейсинг. Міне Амановтың өзінің соққысы қазір. Бір соққаны дөп тигізе алды, клинчтен шыға бере. Күрестен тұрып келе жатқан кезде. 1 минуттай уақыт бар. Раунд. Амановқа кетуі ықтимал. Тамаша, міне. Мына тейкдауннан кейін енді күмән қалмайтын шығар. Партерді белсенді. Шықырыш сала бар. Мирманов. Үш қалды ма? Партерді күресуге. Тағы да соққы. Сомневаюсь в том, что хватит времени. Все-таки снизу оформить удушающий треугольник или же рычаг. Локса. Кетпеді соққы бұл жерде. Мирмановтың өзі қарымта шабуылға көшті. Бар тейкдаун, бірақ мойын қалып қой. Уақыт жетеді ме қазір әдіс жасауға? Ну, кажется, удерживавший только лишь левой рукой. Асан Аманов. Асан уақыт бітіп келе жатқан, аяқталғанын да біледі, сондықтан қазір бұл жерде. Тәуке. Мирманов үшін Асан Аманов қатты қиын қарсылас болмау керек те еді. Үш жүзінде қалай болғанын көрдіңіз. Күреспен біраз қиыншылықтар тудыралды. Тіпті міне соққыларды араңыз. 3-4 соққы қатарынан кетті. Амановтың орындауында. Тамаша. Тағы да тейкдаун. Тағы да тейкдаун, тағы да гард. Тамаша, аяққа тұрғандай. По видимости, Асан Аманов нашел ключ к победе. Стоялмады. Енді бұндай әдістер жасауға күшті қалмаған сияқты шыны керек. И сразу же оказывается в маунте. Нет, закрепиться не смог. Есінші өзі маунтқа отырып алды. Азыр тағыдан. Мирманов бұлқыста. Жақсылап ұстады, аяқты ораған. Ал көрейік. Шпырыш жасап көруге болады бұлқыста. Мирманов не істейді екен? Асылдың қажет жоқ. Шпырыш жасай алады ма? Нет, слишком большое расстояние между захватом и головой Асана Аманова. Және Мирманов шаршағанда, қарсыласына қарағанда. Аманов тың көрінеді. Тамаша, бар позиция, мол, тағы. Удобная позиция для добивания. Ну, кажется, необходимо чуть ниже сесть, иначе может потерять равновесие. Поворачивается спиной. Бірақ бэкмаунт ала алмай жатыр әзірше. Аманов кезекті позиция алмасы, кезекті реверс бізде. Мирманов қысым көрсете алатын шуғалды ме? Тамаша. Тағда маунт керек десеңсің. Бұл жолы енді өткендегі қателігін жасамайтын шығар, Жоқ, тағда реверс қараңыздар. Шпырыш тағы да көздеген. Мирманов. Болмайды әрине. Угрожает действие улучшающим треугольником. Аманов көріп тұр. Аслан. И... Ой-ой-ой-ой! Опасный захват теперь в этот раз. Жоқ. На фоне усталости сможет ли активно защищаться Аслан Мирманов. Обратите внимание, как тяжело уже дышит. Ну, нужно здесь отметить, что и Асан Аманов также. Тағы да бэкмаунттан бастап қарсыласын үстіне шығып алды. Бірінші раундта да сондай жағдай болған еді. Тамаша. Ближе к апсету, кажется, на мой взгляд, Асан Аманов в этом поединке, потому что все 7 поединков Аслан провел в октагоне. Непобежденный боец. Один из, на мой взгляд, контендеров
на титул чемпиона. Санаманов в случае победы, конечно же, очень высоко вылетит в рейтинге. Но еще третий раунд есть. Тағы да тейді. Тағы да тартып алды. Қаншама шаршасады. Күресуден жалықпайды. Аманов. Жеңіске деген құлшынысын таңғалдырады. Енді бұл жігіттің шыны керек. 1 минут бойға барынша қарсыласты астында ұстауға тырысады. Ұтымды позицияда болуға тырысады. Мойындалды, бірақ қоқындыру әдісі бұл жерде жүзеге асу екі тала енді. Тейдаун жасауға жақ. Аяқтан жақ салды. Бұл жолы бэкмаунт жасауға асықпайды, байқасаңыздар. Беріп соған арқаны қазір алған жоқ. Керім. Меньше 10 секунд до окончания второго раунда. Очень нужные, важные поворотные секунды. Қорытынды раунд. Тізгін әзірше қырғыз спортшысының қолында сияқты болып көрінеді. Басымдылық бар Амановта. Ирманов әрине қазір 3-ші раундта тек қана мерзімнен бұрын жеңісті көздеу керек. Басқа амал жоқ. Да, положение дел Таслана пока что неопределенное. К третьему раунду. О, пропустил здесь справа. Застоялся, кажется, напротив своего оппонента Жасулан. Блин, соққымен алдады, бірден аяққа өтіп кетті. Да, и начал работать по уже рабочей схеме. Санаманов. Позицияны ұстап, осы жерден істей берсе де болатын сияқты. Қазір барынша көп уақыт өткізуге тырысады. Осы тұста Аманов, Амаша. Қорғанысты бұзып өтуге тырысып отыр. Болмағаннан кейін қайрадан гардқа отыра салды. Қазір тізерлеп Аманов. Да, торопиться абсолютно некуда. Асану Аманов. Ну, здесь вот угрожает снова. Треугольником видит все эти попытки. Енді бұған дейін қаншама рет 3 бұрышқа шықты. Бұдан нәтиже шыққан жоқ. Сондықтан бұл ойдан бас тартқан дұрыс та шығар. Бапкерлерді қазір бұрышын айтып жатыр, керегі жоқ деп, бірақ қайта Мейірманов 3 бұрышқа аяқты сала береді. Больше шансов и не предоставится, потому что Спартера в стойке сейчас хватит ли сил нокаутировать, удосрочить. Тағы да аяқталмақшы болды бұл жерде. Бұндай енді екінші рет Аманов түсе қоймас. Міне, тағы керек десеңіздер. Снова позиция полного маунта. Амаша, соққы бар. Позицияны ұстайды. Басты проблема бұл жерде меніңше Мейірманов қарсыласына қарағанда қатты шаршаған. Аманов әлі де күресуге қабілеті зор екенін көрсетіп отыр. Ал Мейірманов шаршағандай көрінеді. Қимылдары солбыр. О, қараңыздар, созып қазір өте қауіпті көрінді. Етпетінен жатқызса, бұл да дұрыс. Қазір бірақ вышел на РНС. Мойынды беруге тура келді бұл жерде. Тағы да маунт. Тағы да қарсыласын үстіне шығылады. Алма кезі. Добивание пошло. С бэкмаунта. О, ашылып қалды. Нет. Сил, конечно, не хватает взять полноценный захват. Мойынды алғанмен аяқпен позицияны ұстай алмай қалды. Аманов сол себепті тоқындырасымен бас артуға тура келді. Направляет одну из рук и мойынға салды ма? В этот раз удастся ли растянуть ногами, позиция удобная. Жоқ, мойынды алмаған екен әлі.
Бұл жерде тіпті қылқындыру әдісі маңызды емес. Позицияны ұстап қалу ең бастысы. Тамаша, тағы да маунтқа қайтып ораламыз. Олай-бұлай айналудан басқа Меймановтың амалы қалмады. Қарсыластың астынан. Да, позиция Хумалда пропускает удары в лицо. Позиции, когда поворачивается спиной, есть угроза удушающего приема. И снова позиция фулл-маунта. Аманов та енді шыны керек позиция алғанмен қауіп төндіре алмай жатыр. Ауыр соққы жасаудың реті келмей жатыр. Мойынды да қаншама алғанмен қылқындыру әдісін жасай алмады. Міне қазір алды. 40 секунд до окончания поединка. Екінші қолды екке тіреу керек, сонда шынымен де мойынды жақсы. Отличный захват для Асана Аманова. Терпит Жасулан. Смог вырвать. Соның өзінде де позициядан әлі құтылған жоқ. Аманов әлі де қарсыласының артында, әлі де қауіп төндіреді, әлі де соққы жасай алады. Тейкдаун жасайды. Раундтың соңында қазір. Очень сложный поединок для Жасулана. Впервые вижу его в таком положении в клетке. Этот поединок последних секунд завершен. Поединок продлился всю дистанцию и по итогам 3 раундов боя победу единогласным решением судей одержал Асан Аманов.